президент Назарбаевты 30 жыл бойы біздер дұға қылып, ол әлемдегі 4 жақсы адамның бірі деп дұға қылып келдік. Мен дұға қылғанда жай дұға қылған жоқпыз, ол кәдімгі өте жақсы адам. Біз Назарбаевтың тіпті жамандығын, қиянатын елге жасап атқан жемқорлық жүйесін көре алмадық. Неге? Бізге ұстаздарымыз жаңағы мынадай хадистер айтты: патшалар Құдайдың жердегі көлеңкесі. Кім патшаға қарсы шыққаны, ол Құдайға қарсы шыққаны деп. Ал қазір ойласам, ол өте жалған хадис. Себебі Мұса алейхиссалам өз заманының патшасы Перғауынға қарсы шығады. Неге? Ол хадистің дұрысы, әділ патша болса, елге, дінге, халыққа жақсылық істеп отқан. Ондай патшаға қарсы шығуға болмайды. А егер елге қиянат қылып отқан, жемқор жүйені қалыптастырып отқан, халықтың жерін, халықтың байлығын тонап отқан патша болса, оған еш дін ондай патшаны қолдандар деп айтпайды. Көз жұмындар, ол Құдайдың көлеңкесі деп. Сол Назарбаевтың жемқорлық жүйенің қалыптасуына осы жаңағы Шәкәрім атындағы медреседе өз үлесін қосты, белгілі бір мөлшерде. Мен соны Светқали ағаларға айтатыным сол: сіздер қазір Боқсұлтан, жаңағы Нұрсұлтанды Боқсұлтан деп 30 жыл ұрғары биледі деп айтасыз деп. Ақылымыз жаңа енді ме? 30 жыл тақтан кеткеннен кейін, тақтан кетіп өзін соттаған кезде Исматулла Мақсым бізді соттады, бұл дұрыс емес адам деп айтады. Ол әулие жүрек көзімен көрген болса, сол заманда айтпай ма? Мәселен, Шерхан Мұртаза ағамыз 94-ші жыл айтады: мына Назарбаевты қазаннан қақпақ кетті, патшадан ұят кетті, елдің бюджетін талан-таражға салып жатыр деп. Оны 94-те байқайды. Оны бір адамға билікті бермейік деп. А біздер 2008-де патша Құдайдың жердегі көлеңкесі деп көзсіз табынып отырсақ, ол жалғыз және ол жерде Исматулла Мақсым емес, бүкіл КМБ-ды, мейлі жаңағы салафиттік ағымдар болсын, Бекболат Тілеухановтар болсын, бәрі Назарбаевты бәрі мақтады. Оны біз сол кемшілігімізді мен мойындауымыз керек деп ойлаймын. Халықтан кешірім сұрауымыз керек. Осы жүйеге біз атсалыстық деп. Дінде атсалысты соған. Жемқор жүйеде атсалысты. Бұл сонда ұлттық қауіпсіздік комитетінің жобасы болды ма? Әрине, сөзсіз. Себебі біз, мәселен, Сенім білім өмір республикалық қоғамдық бірлестігі болып жұмыс жасадық. Ол Қазақстанның 16 қаласында не болды? Филиалы болды. Оралдағы қоғамдық бірлестіктің төрағасы Қазыбек Құттымұратұлы болды. Біздер Оралда 25 жыл бойы ішкі саясат департаментімен, ұлттық қауіпсіздік комитетімен бірігіп, ваххабизмнің алдын алу шараларын ұйымдастырдық, Яссауи тобының концертін бердік. Ол біздің жұмыстарымыз халықтың көз алдында мемлекеттік мекемемен бірігіп, мәдениет үйлерінде әкімдіктердің жаңағы алдын ала акиматтарға ішкі саясат арқылы хат жіберіп, осындай концерт ұйымдастырамыз, ваххабизмнің алдын аламыз, дәстүрлі дінді насихаттаймыз деп. Сонда ұлттық қауіпсіздік комитеті, мәселен, мен 2002-ден бастап 2010-ға дейін Оралдағы филиалда қызмет еттім. Сол кезде КМБ-ның өзінің ішіндегі ұлттық қауіпсіздік комитетінің мамандарына салафизмнің ағымның, жаңағы салафиттердің белгілерін айтам, ұлттық діннің қандай екенін айтам. Олар бірігіп жаңағы нелерге апарады біздер, оқу орындарына, әскери орындарға, жаңағы түрмелерге үшін апарыпты. Иә, сондай түрмелерге, мектептерге. Сонда бәр жағы есік ашып береді. Иә, есік ашып береді. Ақша береді. Қауіпсіздік комитеті біздерге ақша төлемейді, бірақ солар бізді салафизмге қарсы кәдімгідей қолданды да, ағымға қарсы, сондай күштерге қарсы қанша жерде жарылыс болып жатыр. Ертеңіне біздер шығып осы жарылысты ұйымдастырып жатқан осындай топтар, оның белгілері осындай деп, дұрыс жол осы Яссауидің жолы, дәстүрлі жол деп біздер жұмыстандық. Сонда бүкіл мемлекеттік мекеме қолдап отты. Жоғары жақта оның бүкіл Нұрбақыт депутаттар. Нұрбақыт Рүстемов. Иә, Нұрбақыт Рүстемов, ол видеолар тұр ғой, мысалы, джип беріп атамызға медреsemізде жүреді. Көлік сыйлап сол кезде. Ал ашықта жауап берді ғой, мен көлік сыйлағанын айтып, иә. Иә.